атамыз мінеки, бақытты болыңдар, болыңдар. Бұл күнде ерлі зайыпта өнерпаздар көп. Ал отбасылық өнерпаздар некен саяқ. Жанұялық өнер 90-шы жылдардан кейін жандана бастады. Жер-жерде, аудан-ауылдарда отбасылық ансамбльдер пайда болып, ән көшін алға сүйреді. Солардың алдыңғы қатарында Дәрбаевтар отбасылық ансамблі жүрген. Қазір бұл ансамбль қайда жүр? Біздер 10 жылдай болып қалдық Алматы қаласында Дәрбаевтар ансамблі. Ансамбль репертуарындағы отбасылық патриоттық әндер ел ықыласына бөленген. Жас жұбайлар әні болса, әр қазақтың жүрегініндей. Бекжігіт Сердалының сөзіне әніне жазылған, сендерге әрдайым орын бар жас жұбайларға арналған ән. Өте қарапайым вальс ретінде, болмаса не ретінде жазылған ән. Ол ән біздің қазақтың кәдімгі той жыры сияқты Досмұқан Хасан бетпердесі болып кетті. Олсыз ешқандай да бір тойлар орындалмай кетті. Сондықтан біздің бір жаңалығымыз сол неміз қазағымызға, халқымызға, өнерімізге жаңағы кішкентай анау әндерден билейтін әндер ол бола берді. Бірақ дегенмен тақырыбы бар, мағынасы бар, тәрбиелік несі бар әнді кіргізгеніміз әсіресе осы біздің жас жұбайлар әнін бірінші қылып осы халыққа таратқан. Ансамбльдің құрылған мақсаты қазақ ән өнерін өркендету болса, негізін салған Ибрагим Дәрбаевтың арманы не? Негізі мен арманым ол Дәрбаевтар ансамблі менің және менің балдарменен тоқтап қалмаса деген, ары қарап ұрпақтарымызға жалғасып, бірнеше жылдан кейін Дәрбаевтар ансамблінің ең бірінші құраған кім еді дегенде бір ескі бір шалдарды тауып алып Ибрагим деген бір кісі оған. Сол кездерде сол ұйымдастырған осының бәрін деп еске алып отырса, сол менің арманым жаңа. Өнерпаз арманы іске асып келеді. Бұл отбасының үшінші буыны да өнерге бет бұрған. Немереміз Таңшолпан Дәрбаев өзінің мектебінде әжептәуір жұлдыз. Солда енді кеше ғана мынау біздің телевизияда өткен бүкіл аудан бойынша кішкентай балдардың арасында гран-при несін жеңіп алды ғой. Өнер бұл отбасының қанына сіңген қасиет пе, әлде тәрбие мен талап осындай ма? Әкешім біз осы өнер жолымен жүреміз. Мен керек болса бармай-ақ қойыңдар деп жатырмын, бірақ енді өнер жолын көрген екен, осының ішінде жүрген екен, осымен бірге осымен айланысып, осымен бірге өмір сүріп жатқан екен. Мен қыздарымда, балдарымда, немерелерімді осы жолға өздері тәрбиелеп келе жатыр. Оның үстіне айнала төңірегіміздің бәрі музыка аспаптары, студия, мынау пианино, ана жерде нелер тұр, музыкалық аспаптар тұр, отыра салып ойнайсың, мына жерде барабан тұр, отыра салып ойнайсың. Әрине соған байланысты өздері де соған дағдыланады деймін. Арман шіркін таусылған ба? Ансамбль арманмен шектелмей, жүйелі мақсат жолында жұмыс жасау үстінде. Балдарды қосып, репертуарымызды қосып, және де басқа формада ерекшелендіріп концерт қойсақ деген ізденіс кезінде біз қазір жаңа әндер жазылып жатыр, патриоттық әндер жазылып жатыр. Ішінде солар мына отбасылық ансамбль болғандықтан отбасының ішіндегі сезімдерге байланысты, мына балдарға байланысты, немерелерімізге, анасына, апасына, әжесіне деген кішкентай балдар сондай отбасылық ансамбль болғандықтан біз енді өзімізге, халқымызға, елімізге отбасылық тәрбие берсек, бізге қарап көп адамдар тәрбие алсын деген сондай енді қолымыздан келгенше сондай бағытта, сондай мағынада тірлігімізді жасап жатқан жағдайымыз бар. Күндер көшіп жыл алмасса да, Дәрбаевтар ансамблінің ән қоржындағы құнды әуендер әр қазаққа отбасылық тәрбие беріп, мәңгілік мұраға айналары хақ.